Бәріне сәлем. 2020 жыл адамзат тарихындағы ең ауыр әрі үлкен өзгешіліктерге толы жыл болды. Себебі бүкіл әлем карантинде отырып, жұмыс орындары мен оқу орындарының басым көпшілігі онлайн режимде болуы бұрын-соңды болған емес. Әрине, жыл аяқталған жоқ, бірақ осы бір естен кетпес жылдың қорытындысын жасап, 2020 жылы болған топ 10 негативті оқиғалар мен құбылыстар жайлы сөз қозғаймыз. Бастысы арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа, және қызық үшін комментарийға осы жылғы қай оқиға сен үшін ең қызық болды, соны жаза кет. Ал біз бастаймыз. Австралиядағы орман өрті. Жылдың басы орман табиғаты жағынан әлемдегі ең керемет аймақтардың бірі Австралиядағы өрттен басталды. Қатты желдің әсерінен от жылдам тарап, өрт сөндіруші мамандарға үлкен қиындықтар туғызды. Уақыт өте келе, лапылдаған от үлкен қалаларға жақындай бастады және елді мекендерге зиян келтіре бастады. Үйлер құлап, адамдар ауаның ластануынан қиналды. Ең қайғылысы, Австралиядағы орман өрті нәтижесінде 5 миллиардқа жуық жануар өлді. Иран аумағында құлаған ұшақ. 2020 жылдың 8 қаңтарында Иран астанасы Тегеран қаласынан суыт хабар келді. Тегераннан Киевке жол тартқан Boeing 737-800 жолаушылар ұшағы жергілікті қарулы күштердің қатесінен апатқа ұшырады. Яғни, аспанға көтерілгеннен 3 минуттан кейін ұшаққа 2 әскери зымыран бағытталған және ұшақ әуежайдан 15 шақырым жерде құлаған. Борт құрамында 167 жолаушы және 9 экипаж мүшесі болды және ешкім тірі қалған жоқ. Алғашқы COVID-19 құрбаны. Дәл осы жылдың 11 қаңтарында Қытайда ең алғаш коронавирус індетінен адам қайтыс болды. 85 жастағы Ухань қаласының тұрғыны COVID-19 атты бәрімізге таныс болып қалған вирустың алғашқы құрбаны. Алдымен дәрігерлер науқасқа нақты диагноз қоя алмай қиналған болатын және науқаста коронавирус симптомдары байқалмаған. Бірақ уақыт өте келе пневмония науқаста анық байқалды және көп ұзамай ол өмірден өтті. Токио Олимпиадасы. Барлық халықаралық іс-шаралар, форумдар және фестивальдер кейінге шегерілді немесе онлайн форматта өтті. Ал осы шаралардың ең маңыздыларының бірі төрткүл дүние асыға күткен Токио Олимпиадасы. Бұл жазғы Олимпиада ойындары 2021 жылға көшірілді, алайда экономикалық тұрғыдан Жапония еліне ауыр соққы болып тиді. Мұнай бағасы. 2020 жылдың 20 сәуірінде бір баррель құны $37-63 құрады. Бұл тарихта болмаған мұнайдың арзандаған кезеңі болды. Яғни өзіңіз түсінгендей мұнай сатушы сатып алушыға ақша төлейтін жағдай орын алды. Бұл казусты жағдай ОПЕК құрамына кіретін араб елдерінің мұнай өндіру көлемін күрт арттырып жібергендіктен орын алды. Әрине, Қазақстанда мұнай экспорты арқылы пайда көретіндіктен бұл ел экономикасына өте қиын соқты. Black Lives Matter. 2020 жылдың 26 мамырында полиция қызметкерінің қолынан қаза тапқан Джордж Флойдтың өлімінен кейін ақш-та үлкен көлемдегі митингтер басталды. Қара нәсілді адамдардың құқығын қорғауға бағытталған шерулердің соңы полициямен қақтығыс және әртүрлі ойын-сауық орындарының бұзылуымен аяқталды. Сонымен қатар митингтер тек ақш-та емес, әлемнің барлық түкпірлерінде көрініс тапты. Оскар фестивалі. 2020 жылы қайғылы оқиғалар кино әлеміндегі өте керемет шығармалардың жарық көруімен қатар болды. Барлығымыз тамсана көрген әрі терең мағынаға ие Паразиты фильмі үздік фильм атағын жеңсе, Готэм қаласының ең негізгі антагонисті Джокер туралы фильмдегі рөлі үшін Хоакин Феникс үздік актер номинациясын алды. Үздік фильмге лауреаттар тізімінде Однажды в Голливуде, Форд против Феррари және Ирландец атты атышулы кинолар болды. Және егер бұл шығармаларды жіберіп алсаңыз, уақыт бөліп көруге кеңес береміз. Және біздің арнамызға да жазылып кетуді ұмытпаңдар. Бейруттағы жарылыс. Жазын соңғы айының 4-ші жұлдызында Бейрут қаласындағы порттардың бірінде үлкен жарылыс болып, нәтижесінде 200-ден астам адам жан тапсырды. Жарылыстың шығу себебі қарапайым жұмысшыны 2750 тонна аммиак селитрасы бар кемені дәнекерлеу жұмыстары барысында орын алған. Жарылыс үлкен жер сілкінісі толқынын жасап, 300 мыңнан астам адам үйсіз қалды.
Әлемдік жұлдыздар. Жоғарыда айтып өткендей 2020 жылы көптеген адамдар коронавирус, жарылыстар және өзге де факторлардан дүниеден озды. Бұл факторлар әлемдік жұлдыздарды да айналып өткен жоқ. Сан түрлі себептердің кесірінен 2020 жылы атақты Оскар иегері Джеймс Бонд образын сомдаған Шон Коннери, BAFTA сыйлығының 6 дүркін иегері, 2 мәрте Оскар жүлдесінің лауреаты және танымал композитор Эннио Морриконе, 5 дүркін NBA чемпионы, даңқты баскетболшы Коби Брайант, ашық космосқа алғаш шыққан совет ғарышкері Алексей Леонов және тағы басқа адамдар өмірден озды. Карантин. Біз үшін үйреншікті болып қалған карантин режимі бүкіл әлем бойынша бір мезетте енгізілуі 2020 жылы алғаш рет болды. Осыған дейін болған эпидемиялардың кезінде адамзат дәл бүгінгідей карантинде отырмаған еді. Сол себепті карантин режимі біздің өмірімізді түбегейлі өзгертті десек те болады. Осымен 2020 жылдың ең есте қалар негативті оқиғалары жайлы деректер тізімі аяқталды. Егер сіз осы арнада бірінші рет болсаңыз, міндетті түрде астыға түсіп, арнаға жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал комментарийға қызық үшін қандай оқиғаның болмағанын қалайтын едіңіз, соны жаза кетіңіз. Сіздермен бірге болған Казтоп арнасы келесі кездескенше.